Шындап келгенде, 100 сомың болғанша 100 досың болсын. Басыңа іс түскен кезде, іс болғанда бір кішкентай ғана бір сынақ. Сондай кезде бауырдың да, достың да өзі бет-пернесі ашыла келеді. Кейбір кезде сынап көруге де болады. Бір жағдай түсіп қалды, сен жағдайың жақсы негізі. Жағдай түсіп қалды, көмектесесің ба деп. Көмектеспейді. Ол жауабы да, проблемасы да уәжі де жетіп жатыр. Сондықтан да жасап, қарымтасы қайтпай қалды деп ренжігенше, өкпелегенше жасамай қойыңыз. Одан да сырт адаммен дос болыңыз, сырт адамға жасаңыз. Сырт адам міндетті түрде сізге рахмет айтады. Бәленің барлығы осы жақындарға жасаудан ғой. Өз қолыңды өзің кесе алмайсың. Мен үнемі осы тақырыпты айтамын. Осы кісі не халыққа жау ма? Үнемі осындай нәрселерді айтады дейсіз. Бірақ ол сіздің басыңызда бар. Сіздің басыңызда болған, жаныңыздан шығатын нәрсені мен әлбетте үнемі ашық айтамын. Сондықтан да айналайындар, қайтесің шашылып? Шашылсаң, көшедегі сырт адамға шашыл. Қайтымы бар. Өйткені өз қолыңды өзің кесе алмайтын адамдар нағыз керек кезде теріс айналып жоқ болып кетеді. Солай.